Біз енді сіздерге тілекшіміз. Алла жар болсын, мынау еңбек оңай емес, мынау маңдай тер барлығы. Түсінеміз. Дегенмен енді сіздерден бір өтініш біздің муфтияттың атынан, өз атымнан қатты пайда көремін деп халықты да қинап қоймасаңыздар, өздеріңіз пайда көріңіздер, әрине. Зиянға жұмыс істеуге болмайды ғой. Бірақ дегенмен халықты да қинамай, бірінші құрбан күні қымбат сатып көп пайда көрейік деп қалмасаңыздар, Алла бергеннің Құдай берекесін берсін. Жақты оңай емес. Енді сіздер енді жарайды алып келіп сатсаңыздар да бұның еңбегі үлкен. Қарау керек, басқа ертең өтпесе қайтадан бұл да шығын ғой. Түсінікті, бірақ дегенмен қандай қиын болса да көп пайда көреміз деп халықты қинамай, өздеріңізді күнә жасап қоймай, әйтеуір сауап үшін құрбандықтың бір, ертең бұл құрбандықтың бір қасиеті мұқтаждарға беріледі ғой, білесіздер ғой. Сіздер де соған көмектесіп берсеңіздер, бұл көбі өз жемейді, білесіздер. Көбіне кішкентайын үйін алып қалады да қалғанын